Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, қалайық. Сіздер мынаны білесіздер ме? Қазіргі мемлекеттік басқару жүйесі бүкіл әлем бойынша, мейлі Қытайдікі болсын, мақтаулы американікі болсын, германиянікі болсын, бәрінікі жетілген және дамыған мемлекеттердікі болсын, түгелінікі архаизм, яғни ескілікті жол, уже ескіріп қалған. Неге? Себебі бүгінгі заманда халық ақпараттандырылған, информатизм көп, елдің барлығы мемлекеттік басқару жүйесін бақай-шақайнадан біледі, және оның не істеп отырғанын, қандай әрекеттер жасап, өзін басқарып отырғанын түсініп отыр. Енді алдағы уақытта 50 жылда меніңше осы президенттік басқару жүйесі, парламенттік басқару жүйелері түгел өзгереді деп ойлаймын. Өйткені заман өткен сайын адамзаттың ой санасы жетіліп келеді. Сондықтан да әрбір мемлекеттің айтқан кезде әр қаласы өз алдында мемлекеттің ішіндегі мемлекет болып кете ме деп тұрмын. Мысалы үшін шағын қала, біздің қала Екібастұз қаласы, сол Екібастұз қаласының мысалы үшін әкімі президент болады дегендей, премьер-министр тағы бірдеме болады дегендей, андай қаланың шаруашылықтарын басқаратын. Сөйтіп бары түрленіп өзгеріп кете ме деп ойлаймын түбінде. Ал қазіргі басқару жүйе ол архаизм. Неге? Өйткені сіздер өздеріңіз қараңыздар, бірде-бір мемлекетте жұмысшылар партиясы деген партия жоқ. Неге? Бүкіл дүниежүзі бойынша жоқ. Тіпті анау Қытайда да жоқ, коммунистік мемлекет саналса да. Сонымен қатар демократиялық мемлекет Америкада да жоқ. Көрдіңіздер ме жұмысшылар партиясы деген? Өйткені оның барлығы бүкіл дүниежүзінің басқару жүйесіне қарама-қайшы болады. Бүкіл дүниежүзінің былай айтқан кезде элитасының ұстап отырған жолының дөңгелегіне тыққан таяқ болады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан оның барлығы жүзеге аспау керек. Мысалы үшін алдыңғы жылдары өздеріңіз білесіздер, Грузияда көтеріліс болды. Бүкіл халық ресейлік жаңағы парламент тарасын деп көшеге шықты. Бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Не себепті? Себебі анау халық өзі күш екенін түсінбей тұр да. Егер өзі күш екенін түсінсе, онда жаңағы парламентті айналып өтіп кетіп, өздері басқа парламент құрып отыра беруші еді. Алдар өздерінің зданияларда қала беруші еді, мысалы үшін деймін де. Немесе анау президент, Европа тарапының президенті болды ғой, әйел Грузияның. О да өзінің бұйрығын шығарып, халыққа сөйтуіне болатын еді. Алайда Европа тарапы да, Ресей тарапы да, және Грузия тарапы да үшеуі де халыққа өздерінің жеке елсіңдер ғой, енді зачем вам парламент штурмовать? Онда барып басқа билік құрып отыра берсеңдер деп айтқан жоқ. Өйткені үшеуі де халықтың көзінің ашылып кетпеуіне мүдделі, түсінесіздер ме? Яғни де үшеуі де халыққа ты самостоятельный деп айтқысы келмейді. Егер оны ты самостоятельный деп айтатын болса, онда олар жаңағы өздерінің басқару жүйесіне қарама-қайшы жасап қояды. Көрдіңіздер ме? Кез келген мемлекеттің айтқан кезде басқару жүйесінің төбесінде тұрған адамдарға халықтың ой санасы айтқан кезде дамыған қажет емес. Ал бірақ Алла тағала оны тоқтатпайды. Алла тағала өзі айтқан, мен адамзатты жыл сайын, ғасырлар сайын өзім дамыта беремін, өресін кеңейте беремін, санасын аша беремін деген. Рахмет.